достар, бүгінгі дәрісте біз сіздермен өзіміздің алғашқы портфолиомыздағы сайтымызды аяқтап бітіреміз. Өзімізге қажетті тәжірибелік білімдерді толықтырамыз және де қажетті тәжірибелік сабақтарды аламыз. Егер де біз алдыңғы сабақтарға көз жүгіртетін болсақ, біздер веб парақшамыздың тек 2 бөлігін ғана жасаған болатынбыз, бірақ бұл маңызды бөлік болғандықтан бұған өте көп уақыт кетті. Енді қалған мына бөлікке және де мына секшндарға бізге аз бөлік кетеді, себебі қалыпты тәжірибелік білімді алдыңғы бөлімдерден алған болатынбыз. Егер де алдыңғы сабақтарды бақылаған болсаңыздар, біздер элементтерді Flexbox жүйесімен осылай тұрақтандырған болатынбыз. Осы жұмысты мына жерге де орындаймыз. Бұның барлығын түсіндіріп жатпаймыз, тез орындап кетеміз, сондықтан ұзақ уақыт алмайды деген ойдамын. Сіздерге айта кетерлік бір тұс бар. Егер де біздер белгілі бір секшнді қарастыратын болсақ, және де секшнның ішіндегі текстік өлшем ұлғаятын болса, біздің секшнымыз қалыпты біз берген хейттан азып кетуі мүмкін. Сол нәрсені жөндеу үшін біздер ең бірінші өзіміздің OS кодымыздан тексеріп көрейік. Бізде бұл секшн, writing секшнда хейді 604-ге тең болып тұр. Яғни бұл фиксация түрінде жүзеге асқан хейт болып табылады. Егер де біздер сол секшнның ішіне, сол дифтің ішіне тағы да бір элементтерді қосатын болсақ, яғни біздің элементтеріміз біздің секшнымыздың сыртында орналасады. Оны көрсету үшін сіздерге қазір сайттан көрсетейін. Мінекей, бізде белгілі осындай div бар, және де оны көрейік. Біздің бұл неміз мынаның ішінде орналасқан. Осыны тағы бір жерге қояйық. Енді қараңыздар. Мінекей, біздің тағы да бір қосқан кезде, жаңалық енгізген кезде, біздің осы контейнеріміздан біздің сөздеріміз шығып тұр. Яғни бұл қателік деген мағынаны білдіреді. Алдағы уақытта біздер корпоративтік сайттар жасаған кезде оған өте көп өзгерістер енгіземіз. Сол себепті егер де біздер қарапайым адам оны ішіндегі сөзін өзгерткісі келсе, осында қателікке ұрынады. Сол нәтижені көрсетпеу болдырмау үшін біздер өзіміздің жаңағы секшнымызға хейттің орнына hate деген осындай қосымшаны береміз. Бұл параметрді мен сіздерге алдыңғы сабақтардың бірінде көрсеткен болатынмын. Бұл қосымша, яғни параметр не мағынаны білдіреді? Яғни минималды түрде менің хейдім 604, егер де менің хейдім үлкейетін болса, онда өзінің қалыпты несін ала берсін деген мағынаны білдіреді. Мінекей, біздің минималды түрдегі нәтиже осы жерден бітеді, ал егер де бізге жаңадан текст қосылатын болса, осылайша ол ұлғаяды. Егер де өзгеріс енгізбесе, сол баяғы кейпіне ауысады. Бұл өте қажетті қосымша. Бұны көп сайттарда, көп жерлерде қолдануымыз қажет. Себебі біздер фиксациялық түрде бір хейтті бере алмаймыз. Яғни белгілі бір пиксельді алатын нәтижені кейбір жағдайларда болмаса, ал жалпы көп жағдайда осы hate параметрін қолданатын боламыз. Келесі кезекте бізде алдағы істейтін жұмыстарға мына секшндар жатады. Яғни, что такое оптимизация, мына жерлер, осы нәрселерді тез бітіруіміз қажет. Ең бірінші бізде мына секшн болып табылады. Бұл секшнді істеу үшін бізге текстік div керек, және де h2 текстік заголовкасы керек, және артында қыздың фоны болу керек. Соны жасау үшін біздер оптимизация деп аталынатын секшн ашайық, және де оның ішіне біздің контейнеріміз орналасу керек. Яғни екі жағынан бірде отстоп болу үшін дивіміз, контейнеріміз, біздің стильдік қосымша беріп қойған осы орналасу керек.
Енді келесі кезекте оның ішінде ячейка тегі болу керек, және де optimization header деп аталсын классының аты. Қазір бұның барлығын толтыратын боламыз. Келесі бізде div болу керек, және оптимизациялық тегті текстті жазатын. Optimization текст деп атайық. Мына жерде классын беріп жіберейік. Енді бізде қалыпты құрылымдар бар. Енді осыны ішін толтырумен айналысайық. Копировать етілді. Мынаның ішіне салайық. Енді тексттарды қарап көрейік. Тексттарды біздер екі нәтиже арқылы істеуімізге болады. Осындай нәтиже алуымызға болады. Яғни біріншісі бұл divті қосымша арқылы, және мен қолданып отырған. Екіншісі p, яғни параграф тегі арқылы да жазсақ болады. Мен жай ғана бұны divті қосымша арқылы жасай салдым. Так. Так. Вот, істеп тұр. Енді қарайық, бізде кейбір жерлерде осындай ашық орындар бар. Ол ашық орындарды жасау үшін біздер where тегін қолданамыз. Яғни where тегін біздер бірінші басқа абзацқа көшу үшін, және де сол абзацының бос болу үшін екінші where тегін жазамыз. Неке содержанию деген сөзбен біткен екен, соны тауып алайық. Неке екі рет where тегін жазамыз. Біреу абзацты төменге ауыстыру үшін, және екіншісі сол абзацтың бөлек болу үшін орналасқан. Таппен келтірейік. Неке. Енді келесі кезекте представьте себе, но как вам быть дегендерді тоже where тегімен жасаймыз. Окей. Вот, енді мы научим вас деген сөз бізде span тегінде арналу керек, себебі ол бізде жирный болып жазып тұр. Неке қарасақ. Неке басқаша стилі қосымшаға арналған. Неке осылай біз белгілеп алдық. Өзімізге қажетті нәрселерді жасадық. Келесі кезекте біздер image тегін қолдануымыз керек. Яғни себебі біздің суретімізде қыздың суреті болу керек. Және де оған класс берейік. Optimization image деп. Неге SRC-на бізде мына сурет. Так. Және альтқа woman деп бере салайық. Қыз деген мағынаны білдіреді. Енді біздер осы секшнға минималды түрде хейт берейік. Ол үшін өзіміздің қажетті классымыз шақырамыз. Және де оған min hate. Енді біздер авокод қосымшасын қолданайық. Егер де екі секшн ортасын қарайтын болсақ, мінеки 550 пиксель екендігін байқаймыз. Егер де бізде ұзындық алмасатын, ішіндегі текст алмасатын болса, бұл хейт ауысады, ал бірақ минималды түрде бұл 550 пиксельді қазіргі қалыпты алып тұр. Сондықтан 550 пиксель деп берейік. Неке. Енді біз сайтымыздан тексерейік оны. Так, неке. Осындай секшн құрылды. Қазір бұның барлығын өз орнына стилистикасын құратын боламыз. Өзімізге қажетті стилистикалық қосымшаны алу үшін біздер авокод қосымшасына сүйенеміз. Авокод қосымшасын ашайық. Енді өзімізге қажетті стилистикаларды аламыз. Ең алдымен біздер
тексттарымыздың белгілі бір margin тобы және де margin bottom'ы бар екендігін байқадық. Оны біздер margin top немесе margin bottom ретінде жазсақ ыңғайсыз болғандықтан алдыңғы сабақтарда естеріңізде болса, мына sectionға қатысты padding ретінде берген болатынбыз. Ендеше соны көрейік. Мінекей 102 пиксель жоғарғы жақтан және төменгі жақтан 107 пиксельді құрайды. Соны енгізіп алайық. Optimization классымыздың ішіне біздер padding береміз. 102 пиксель жоғарғы жағынан 0 пиксель, 107 пиксель және де 0 пиксель. Яғни бұл біздің тексттарым, яғни паддингімізді айқындап беру арқылы біздер тексттарымызды осылай қалыпқа келтіреміз. Келесі кезекте бізге өзіміздің осы заголовкымыздың қажетті стилистикалық қосымшасын алу керек. Енді оны шақырайық. Optimization header деп шақырып аламыз. Және де оған белгілі қосымшаларды береміз. Және де бұл жерде айта кетерлігі, оның өзінің белгілі бір margin left болу керек. Себебі біздің суретімізге қарағанда, яғни контейнерімізге қарағанда біздің текстіміз ығысып орналасып тұр. Сондықтан оны анықтау үшін біздер гридтік жүйені қосып алайық бірінші. Мінекей біздің осы контейнерге қарағанда мынандай жерде тұр. Енді оны анықтау үшін және ішіне әкелеміз. 391 пиксельді құрап тұр. Яғни біздің margin left'іміз 391 пиксельді құрап тұр деген сөз. Таппен әкелеміз. Таппен 391 пиксель деп жазамыз. Мінекей біздің қажетті нәрсеміз жүзеге асты. Енді айта кетерлігі, бұл жерде бізде font size қазір 30 пиксель болғандықтан, біздің шрифтіміз өзге болғандықтан, ол астыға қарай да түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан бірден 29 пиксельге ауыстырайық. Және де бұл жүзеге асатындығын қазір байқаймыз. Келесі біздер optimization текст үшін дәл сондай жұмыс жүзеге асырамыз. Яғни өзімізге қажетті стилистиканы көшіріп аламыз. Мінекей спанға шейінгі тексттарды аламыз. Яғни спанға бөлек стилистика жазатын боламыз. Мінекей таппен жөндейміз. Және де оның да margin left'і 391 пиксель. Себебі заголовка екеуі бірдей арақашықтықта орналасып тұр. Мына комментарияны алып тастайық. Және де font family екі рет жүзеге асқандықтан бір font family'ді алып тастаймыз. Мінекей енді өзімізге қажетті нәрсені жүзеге асырдық. Келесі кезекте біздер optimization тексттің ішіндегі span элементі үшін жөністің қалыпқа келтірейік. Мінекей астындағы соңғы екі нәрсені копировать етіп аламыз. Таппен жөндейміз. Мінекей, енді сайтымыздан бұны қарап көрейік, барлық қалай орналасқан. Мінекей, біздің қажетті нәрсе орын алып тұр, тек мына жерде margin топ беру керек екен, себебі екеуінің ортасында мінекей абзац бар. Осы абзацты анықтап алу үшін мінекей орталары 25 пиксель екендігін байқап тұрмыз. Сондықтан біздер өзіміздің optimization текстімізға margin топ береміз. 25 пиксель. Окей. Енді тағы да бір рет тексерейік. Мінекей, жүзеге асты. Енді келесі кезекте мына суретті қою керек. Бұл суретті мен өзімізге қажетті нәрсе position көрсету үшін мен бұған абсолюттік position беруім керек. Бірақ естеріңізде болса, алдыңғы сабақта мен сіздерге position сабағын түсіндірген кезде абсолюттік қосымшаны енгізу үшін оның ата-анасы міндетті түрде relative position'a ие болу керек деген болатын. Сондықтан біздер жаңа контейнер, оның ата-анасы контейнер, сол контейнерға position relative деген қосымшаны береміз. Ол өзге
өзге қосымшаларға әсерін тигізбейді, жай осы суретті қалыпқа келтіру үшін жүзеге асады. Енді біздер optimization image шақырамыз. Мына жерде қате кетіпті, еш нәрсе етпейді. Жазудан мына жерде осылай болу керек еді. Окей. Енді осыған біздер position'ды absolute деп береміз. Және де оған топ секілді қосымшаларды енгіземіз. Окей. Топты енгізейік бірінші. Енді қараймыз. Біздің Ava кодымызды ашсақ, біздің суретімізбен екі орта 48 пиксельді қамтып тұрғанын көреміз. Сол 48 пиксельді берейік, бірақ бұл жерде минус дәрежесімен береміз. Келесі кезекте бізде left қосымшасы болып табылады. Left, яғни бұны анықтау үшін бізге математикалық тұрғыда есептеу жүргізу керек. Себебі бұл жердегі leftті біздер бере алмаймыз. Осы үшін біздер position'ы анықтап беру үшін біздер мынандай жұмыс жүргіземіз. Бірінші, мына колымдардың гридтік жүйенің ұзындығы 1140-қа тең болатындығын байқадық. Ал жалпы біздің width'іміз 1920-ға тең. Яғни 1920-дан 1140-ты алып тастасақ, 780 пиксельге тең. 780 пиксель ол мына аумақ пен мына аумақты қамтып тұр. Сондықтан 780 пиксель екіге бөлеміз. Яғни мына аймақ 390 пиксель, мына аймақ 390 пиксель екендігін байқаймыз. Және де өзімізге қажетті математикалық есептеулер жүргізгендіктен мына суретті margin left'ті 240 пиксель екендігін байқадық. Келесі кезекте өзіміздің суретіміздің width'і мен height-ін копировать етіп алуымыз қажет, яғни белгілі бір ұзындығы мен биіктігін беру үшін тапты басып жөндеп алайық. Енді тексеріп көреміз. Мінекей, біздің суретіміз осылай орналасып тұр. Бұл жерде кішкене жоғарырақ орналасқандығын байқаймыз. Сондықтан біздер optimization image'дің тобын кішкене эксперимент жасап төменге түсіріп көрейік. 52 пиксель етіп көрейік. Мінекей, тағы да төмен түскен байқаймыз. Егер де 54-ке ауыстырайық. Мінекей, өзімізге қажетті аумақты шамамен алып тұрғандығын байқаймыз. Ava кодтан тексеріп көрейік. Мінекей. Енді келесі кезекте біздер осы суреттің үстіне жазуды енгізуіміз керек, яғни жазу көрініп тұру керек, үстінде орналасу керек суретімізге қарағанда. Сол нәрсені істеу үшін біздер z-index деген параметрді қолданатын едік. Мінекей, және де оған -1 деп береміз. Бұны алдыңғы сабақтарда сізге түсіндірген болатын. Мінекей, барлығы жасап тұр. Қажет шрифттерді енгізгеннен кейін бұл нәтиженің барлығы көрініс тапады. Шрифті қосымша енгізуді біздер екінші модульде үйренетін боламыз. Достар, келесі секшнымызды қарайтын болсақ, бұл біз жерде кішкентай осындай секшн, бірақ өте жұмысы көп. Яғни бұл жерде біздің дивайдеріміз болу керек, ячейка тегіміз болу керек, және флекстік жүйемен қамтылған 5 элементіміз, олардың әрқайсысы айкондар болып саналады. Оның сыртында рамкасы болу керек, көк дөңгелек түрмен, және де текстік description болу керек, және де фоны осындай суретпен берілу керек. Енді соны жасау үшін біздер ең алдымен жаңадан section құрып алайық. Section'ымыздың атына finish деп берейік. Не үшін finish екенін қазір сіздерге өзім айтамын. Келесі бізге контейнер деген дивіміз керек, яғни оны орталықтандыру үшін қолданылады. Келесі кезекте бізде дәл алдыңғы section'дағыдай ячейка тегі және де divider div класы керек болып табылады. Мінекей, енді ішіндегі сөзін ең алдымен өзгертейік. Мінекей. Енді қараймыз.
сіздерге екеуінде бірдей стилистикалық қосымша, тек қана қарайтын болсақ, екеуінде бірдей стилистикалық қосымша, тек мына жазудың түсі ақ, мына жазудікі қара. Сондықтан екеуіне осылайша мына whiting header арқылы және де whiting divider арқылы бірдей стилистикалық қосымша беріп отырмыз. Бірақ екеуінің цветін ауыстыру үшін мына жерде мен бірінші сіздерге көрсетіп алайын қалай жұмыс жасайтынын. Неке, осылай жұмыс жасап тұр. Дәл алдыңғы нәрседей сол орында қамтып тұр. Яғни біздің ойымыздағыдай жүзеге асты. Бірақ бізге түсін ағарту үшін біздер finish деп жазуымыз керек. Яғни өзіне тән осындай қосымша керек. Ат беруіміз қажет. Және де оның стилистикалық қосымшасын қайтадан жазып отырмыз үшін біздер жай ғана whiting divider'дың және де whiting header'дың қасына группалық селектор арқылы осылай екеуіне бірдей стилистикалық қосымшаны сыйлаймыз. Finish header. Енді бірінші финишіміз жазып алайық, содан кейін оған қажетті ақ түсті береміз. Finish деген ол біздің сыртқы секшнымыздың аты. Неке, секшн аты finish. Енді соған минимум height беруіміз керек. Біріншіден оны авокодтан қараймыз. Міне 447 пиксель екендігін байқап тұрмыз. Сол 447 пиксельді жазайық. Неке, келесі кезекте оның паддингі болатын барымызға белгілі, себебі элементтерді ішіндегі орналастыру үшін паддинг қажет. Сондықтан мінеке 86 пиксель жоғарғы жағынан және астыңғы жағынан көрсетем. Қазір 79 пиксель, мінеке, ең үлкен орында алып тұрған текстпен салыстырып 79 пиксель екендігін байқаймыз. Яғни бізде 86 пиксель жоғарысынан 0, 79 пиксель және де 0. Неке, орындап алдық. Енді background артындағы фонды беруіміз керек. URL-ді жасаймыз. URL-ді міндетті түрде жақшасы болу керек, және де ішінде осындай путь болу керек. Енді өзіміздің суретімізді тауып көрейік. Неке, осы нәрсенің относительный путін алып, мына жерге саламыз. Және де оған қосымшалар береміз. Ең бірінші центрді орналасқан қалаймыз. Және де мен бұны барлығын сіздерге үйреткен болатын алдыңғы сабақтардан. Сондықтан оны қайталап жатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл жалпы созу үшін, бүкіл аймаққа бірдей таралуы үшін, ал бұл қайталанбауы үшін қажет. Келесі кезекте біздер жаңа фиништің түсін аққа ауыстырайық. Color white саламыз. Неке, енді тексеріп көреміз. Бізде ашылмай қалыпты. Суретіміз. Ең бірінші біз шықпадық қой. Бірінші біз шығамыз, содан кейін image папкасының ішіне кіреміз, одан кейін біздер осы суретті аламыз. Неке, біздің осы секшнымыз дайын тұр. Неке, енді келесі кезекте біздер флекстік жүйе бойынша үлкен құрылым жүзеге асырамыз. Контейнердің ішінде болады бұл. Соны есте сақтауымыз қажет. Енді біздер мынандай эмет арқылы үлкен нәрсені жазамыз. Бірінші біздер finish wrapper деген finish wrapper деп аталатын дифті создавать етуіміз керек. Ол біздің сыртқы
нәрсеміз, сыртқы коробкамыз. Оның ішіне finish item деп аталынатын 5 құрылым болу керек. Мінекей, авокодтан қарасақ, мінекей 5 құрылым, 5 icon. Оның сырттарында және де тағы классы бар, және де description бар, жалпы бір класс, жалпы үлкен бір класс, оның ішіне кішкентай мини класстар бар. Енді келесі кезекте біздер тағы да оған finish round беруіміз керек. Finish round деген жаңағы сыртындағы рамкасы, яғни көк цветпен дөңгелек болып орналасқан. Енді оның ішінде image болу керек. Image. Және де image'дің аты finish image берейік. Немесе icon деп бере салайық. Мінекей, осындай қосымшаны дүниеге әкелдік. Одан өзге бізде finish item ішінде суреттен өзге тағы да бір қосымша бар. Оның аты description деп аталынады. Соны description'ды жасай салайық. Ол үшін finish осылай жаза саламыз. Осыны әрбір жолға қойып шығуымыз қажет, себебі бізде 5 description бар. Қазір сөздерін тез копировать етіп қоя салуымыз қажет. Мінекей, мына орталыққа бірінші сөз, мінекей, екінші сөз, стилистикалық қосымшаларын берген кезде бұның барлығы жүзеге асады. Және де мына сөз, және мына сөз. Келесі кезекте әрқайсына осындай путтарын беріп шығуымыз керек. Ол үшін біздер icons папкасына өтеміз. Icons папканың ішінде бізде icon 6 бірінші суретіміз, екінші суретіміз icons папкасының ішінде icon 4. Мен сіздерге негізі icon 1, icon 2 деп сохранить етуді ұсынамын, себебі мен өзім ұзақ отырдым. Осы суреттерді табу үшін icon папкасынан мен кез келген атты бере салған болатынмын. Icon 7. Келесі icons папканың ішінде icon 8 және де icon 9. Мінекей. Енді осыны альттарына 1, 2, 3, 4, 5 бере салайық. Так, енді қосымшамызды көрейік. Мінекей, бізде осындай жүзеге асты. Бұны қазір біздер сыртыңғы блогын Flex жүйесімен жүзеге асырамыз. Және де сөздерін ақ цветке ауыстырып, сырттарына оберткасын қоямыз. Әзірге бұл нәрселер тек қана осындай кейіпте қалып тұр. Енді осыны жүзеге асыру үшін біздер бірінші finish wrapper'ды дүниеге әкелейік. Мінекей. Finish wrapper'дің ішіне біздер бірінші margin топын енгіземіз. Себебі авокодымыздың қарап алайық. Мінекей. Мына элементке қараған кезде сіздерге көрсетем. Дөңгелектің мінекей 41 пиксельді құрап тұр. Осы 41 пиксельді жазайық. 41 пиксель. Енді келесі кезекте бізде дисплейін жазайық. Дисплей бізде флексқа тең болады. Мінекей. Енді біздер осы құрылымдардың барлығы
жандарында орналасу үшін space between қосымшасын қолданамыз. Енді тексеріп көрейік. Мінекей, барлығы жүзеге асты. Енді олардың сырт имидждарды дұрыстау керек, әрқайсының. Және де осындай текстік ұзындықтарын беру керек. Ол үшін біздер finish айтымның өзін шақырып, оған текстік қалыпты ұзындықты берейік. Ол үшін біздер ava кодымызды қарап аламыз. Ең ұзын div сөзі жазылған divті аламыз да, соның ұзындығын қабылдап аламыз. Мінекей, оны қоямыз. Және де қалған finish round деген divімізді шақырып, оның ішіне өзімізге қажетті осы нәрсені копировать етіп алуымыз қажет. Түсін және де ұзындық биіктігін. Соны қоямыз. Одан кейін оның сыртына белгілі бір қалыпты бордерді қою үшін, яғни радиус жасау үшін, оған дөңгелек border радиус деген нәтиже қолданылады. Біздер 8 пиксель беріп көрейік. 8 пиксель ретінде берген кезде біздің сайтымыздан мінекей 4 бұрыштың ішінде орналасқандығын байқаймыз. Осы нәтижені дөңгелекке ауыстыру үшін біздер жай ғана 100% деп 100%, яғни біздің қалпымыз дөңгелекке айналсын деген мағынаны білдіреміз. Мінекей дөңгелекке айналдырып тұр. Қазір ішіне имидждарды кішкентай ететін боламыз. Және де оларды орталықтандыру керек. Сол үшін біздер оған display flex берейік. Және де оны justify content арқылы ортаға қоямыз. Және де align center арқылы вертикал бағытта align items center арқылы вертикал бағытқа қоямыз. Және де бұл жерде бізге жазу керек. Қазір көре жатамыз. Мінекей, қалыпты аумаққа келді. Орталарында белгілі бір нелер, арақашықтық бар. Енді келесі кезекте біздер finish description үшін шақырып қосымшаны енгіземіз. Бірінші margin топын енгіземіз. Margin топын қарап алайық. Margin топы бізде 25 пиксельді қамтып тұр. Сол үшін 25 пиксельді енгіземіз. Және де оны text align center арқылы жүзеге асырып ортаға келеміз. Және де түсінің ақ болғандығын, түстерін, қосымшаларын копировать етіп қойымыз қажет ava кодтан. Түстерін және де қосымшасын. Мінекей, дұрыстадық. Енді бізге ішіндегі finish icon-ның ішіне қалыпты ұзындығы мен биіктігін берейік суреттерін. Мінекей. Бәрінде бірдей. Осы биіктікті бере берейік. Енді тексеріп көреміз.
мінекей жүзеге асты, бірақ кішкене ортаға орналаспағандығын байқаймыз. Сол үшін біздер бұны флекстік жүйе болса да марджин арқылы ортаға келтіре аламыз. Ол үшін finish roundтың ішіне margin деп беріп 0 және де auto қосымшасын қолданамыз. Мінекей барлығы өз қалпына келді. Біздің барлық қалаған жүзеге асқан авокодтағы нәрсеміздің барлығы жүзеге асып тұр. Келесі кезекте біздер екінші модульді бастаймыз. Екінші модульде осындай тап осы секілді шрифттерді қалай қосуға болады, соны үйрететін болам. Осымен біздің алғашқы портфолиомыздағы сайтымыз аяқталды. Әлі 2 секшн бар ғой, яғни футер бар, және де осы нәрселерді қалай жасаймын дейтін болсаңыздар, сіздерге кеңес беремін. Бүкіл сайттың барлығын мен жасамаймын. Яғни өздеріңізде практика жүзінде мұны өте оңай нәрселер, мұны баттон арқылы жасалынады, және де текст, және де мына суреттердің барлығын құрап жасауға болады. Осындай сурет барлығы оңай жасалынады, және де футерда өте оңай. Сіздермен барлығын сабақ жүзінде біздер өткен болатынбыз. Бұл жерде 3 нәрсе тұр. Бұның біреуі тексттік болғанмен, екеуі сайтқа апаратын жол болып табылады. Сондықтан оны а тегі арқылы жасайсыздар, ссылка ретінде. Ал қалған нәтижені ең қиын бөліктерді мен сіздерге көмектестім. Бұл сіздердің кішкене өздеріңіз үшін практика жасау үшін беріп отырмын. Қалған 2 секшнді өздеріңіз аяқтауларыңызды өтінемін. Сондықтан менің алдыңғы тегімнің аты finish деп аталынған болатын. Мына секшннің аты сол себепті. Сондықтан келесі сабақтарда екінші модульге осы тапсырмаларды орындау арқылы өтеді деген сенімдемін. Сіздерге қош сау болыңыздар деп айтамын, және де таңда стадиямен бірге болыңыздар.